Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айстока. Достар, бүгін менде жаңа сериал түсірейін деп жатырмын. Бұл тақырып Рамазан айы. Достар, мен көптеген видеолар түсіретін боламын алдағы уақыттарда. Мен жоғалып кетсем, 5 аптаға жоғаламын. 5 аптадан асырмаймын. 6 апта сондайларға асырмаймын. Сол үшін 5 аптадан артық күте алмайсыз. Күтпеңіздер. 5 аптаға шейін шыдаңыздар. Или 4 апта, или 2 аптаға. Мен уже көп сериал түсіремін ертеңдері. Бүгін қазір жаңа уже бір видео түсіріп қойдым. Қазір бізде таңғы 6-тан 45 кетті. Таңғы 6-тан 45 кетті. Мен өзім бөлмемде болғаннан кейін ана түпкі жақта мамалар жатыр. Сол жақтары естілмейді. Сол үшін қатты сөйлеп жатырмын. Достар, енді мен жаңа ғана бір видео түсіріп қойдым. Сол үшін қазір оны монтаждап саламын. Өйткені қазір ұйықтаймын ба сондай болып тұр. Или ұйықтамаймын. Ұйықтамасам, осыны да монтаждап бір 7:30-да 8-дерде осы видео шығып қалады. Қазір бір видео көріп отырам. Сол үшін менің емемді бағалаңыздар. Түнге қарай түсіріп жатырмын. Сіздер үшін ертеңді түсіретін боламын. Ендеше кеттік, бастаймыз. Үйді безендіріп қойдық. Әдем болып қалды ғой. Қараңдар. Уже түн болды. Ерте сәресіне тұруымыз керек, сол үшін ұйықтайық. Мен ұйқым кеп тұрған жоқ негізі. Сәресіне шейін ұйықтамай қоямын. Қойшы қызым, неге ұйықтамайсың? Сәресіне шейін ұйықтап алған дұрыс. Өйткені сәресінде сен ұйқың келмей отырады ғой. И так сәресінде ұйықтамаймыз. Неге одан сайын қандан ашады? Сол үшін ұйықта. Жарайды. Жүз жатайықшы. Менің ұйқым кеп тұр. Әдем болып безендіріп қойдық. Енді мына артылып қалған картинкаларды не істейміз? Айтпақшы, кеше көршілер айтып жатқан безендірмеді деп, сол көршілерге берейік та. Жақсы идея екен. Онда ертең сәресінен кейін береміз. Ертең бірінші күн сәресі. Сол үшін ертең таратайық. Мына жерге қойып, кеттік екеуміз де ұйықтайық енді. Намаз оқып алайық бірінші. Ұйқым кеп тұрған сәресіне тамақ жасау керек. Бетімді сумен шайып алмасам, кішкене ашылсын. Кішкене болсын көзім ашылып қалды. Енді кеттім. Тамақ жасайын. Холодильниктің бар екен. Дұрыс, тамақ алу керек еді. Жарайды, енді спагетти жасай салайын. Как раз 4 екен. Бүгін базарға барып келеміз онда. 4 сырный спагетти жасайын. 2 сырный спагетти, 2 помидорный спагетти. Онда кетін жасайын. Сағат түнгі 3-те тыпырлатып не істеп жүрсің? Сәресі тамақ жасап жүрміз енді. Бар сен, қыздарды оятып кет. Олар жуынам дегенше уже 4:30 болады. Қазір 3:30 болды уже. Тез тамақ жасап жіберейін. Жарайды, қазір жуынып алайыншы. Қыздар, тұрамыз сәресіне. Тамақ жеп алыңдар. Қарындарың ашады. Қыздар, тұрыңдар сәресіне. Неден аяғына тұрсыңдар енді? Ұйқым кеп тұрғанына сағат неше болды? 3:30 болды, сендер жуынам деген 4:30 болады. Тез болыңдар. Тамағыңыз дәмді көрінеді екен. Өте күшті болып тұр. Жарайды, енді аузымызды ашайық. Мама, тамағыңыз дәмді екен. Енді кеттік.
Ya бүгінше осы тамақ жей тұрыңдар. Бүгін Магнумға барып алып келеміз. Супермаркетке барып. Ертең бүгін ауыз ашарған. Иә. Бүгін де сосын осы сокты іше тұрыңдар. Өйткені тефальды көршіге беріп жүргенбіз ғой. Жарайды. Танысынай. Дағы құйып берші оны. Әке құйып берейін. Көп іш қоймаңдар. Әйтсе тағы шөлдейсіңдер. Қазір мынаны жеп алайын. Мені де жеп алайыншы. Кеттік онда жайық. Жас онда мен кеттім. Енді жинау керек мына жерде енді. Жинап жатайын. Онда мен көмектесейін. Мен кеттім ұйықтайын. Рахмет қызым. Енді сен барып жата бер. Қазір мен де жатайын. Жарайды онда. Сен неге ұйықтамай жатсың жаңа ұйықтаймын деп кетіп едің ғой. Мен ұйықтайын деп тұрған жоқ. Тәке ойнайықшы. Ойнаған емес. Тағы бесте ойнаған емес. Қуасың ба? Жатшы. Жарайды жатып көрейінші. Тәке мен ұйықтайын деп тұрған жоқ. Ішінен 5-ке шейін санаш. Сосын ұйықтап кетесің. Жарайды көрейінші. Көзімді ашып санап көрейінші. 1, 2, 3, 4. Ішіңнен санаш. Жоқ қойшы. Ойымды бөліп жібердің ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таң атқан соң. Sen спек көрші. Sen көрші. Не ғой біз плакатқа алып едік осындай картина. Содан артылып қалғанын сіздерге таратып жүрдік. Алсаңыздар. Рахмет, ораза қабыл болсын. Саған да қабыл болсын. Біреу қағып тұр ма? Ой балам, кім керек? Көршісің ба? Я, апа көршімін ғой. Плакатқаннан алып едім. Соны берейін деген ғой. Біз өзіміз не безендірсек болады деп табылмай жүредік. Рахмет. Нәңіз алыңыз. Рахмет, бақытты бол. Оразаң қабыл болсын. Сізге де қабыл болсын. Біреу келіп тұр ма? Сәлеметсің. Кім керек? Мынандай плакаттар берейін деп едім. Осындай алған едім. Оразаңыз қабыл болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Ораз ауызбек бедіңіз? Я, беккем. Далаға шығып келмесем бір. Көрші, қалайсың? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Мынандай плакат берейін деп едім ғой оразаға. Оразаңыз қабыл болсын. Рахмет. Bir жаққа шығып бара жатыр ма едіңіз? Я, бір жаққа шығып бара жатқан едім. Енді уақыт өткізейін деп едім. Өзім жалғастырамын ғой сіздерге. Онда жүріп қайтайық та оразаға шейін. Я, талған ақыл екен. Онда мен ана үйге тастап кетейін. Жақсы. Жүр кеттік онда. Жүріп қайтайық. Я. Қай киімді кисем болады екен? Мынан кейін бе? Жоқ. Мәселесі деп жастаған көрінетін киім киіш. Мынау күшті сияқты. Кеттім.
Мама су құйып берші. Қызым, су құйып берші дегенін қалай кетті. Оразада су ішпейді ғой. Мәне, оразада су ішпей ма не? Мен тек қана тамақ ішпейді деп ойласам, ол су да ішпейді. Қыздар, мен онда магазинге бара жатырмын, сендер өздерің отыра беріңдер. Ештеңе жеп қоймаңдар, байқамай жеп қойсаңдар, енді байқамай жеп қойсаңдар, ары қарай жалғастыра беріңдер. Қазір мен келмей жатсам, онда папаларыңды звондап шақырасыңдар. Жарайды онда. Мен кеттім, продукт алып келейін. Су ішпейміз ба не? Мен шыдай алмаймын ғой сусыз. Сәресінде ішіп алдың ғой сен. Сәресінде ол неше сағат өтті. Достар, келесі 3 минутта келесі видеода көреміз, шыдаймыз.